Құрметті онлайн марафоншылар, баршаңызға сәлем бердім. Бүгін сіздермен грек жаңғағымен жасалынған рогаликилер жасаймыз. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бізге ең әуелі 300 граммдай ұн қажет. Ұн кез келген ұн жарай береді. Сосын шым-шым тұз саламыз. Және де менде 72% щедролета саламын. Кез келген сары май, маргарин салсаңыздар болады. Осыны қолдың көмегімен ұсақтап аламыз. Егер де сіздерге әдемі аромат қажет болатын болса, барлық пирогтарға, барлық печенкаларға ванилин салып жіберіңіздер. Маған ароматы ұнамағандықтан мен салмаймын. Одан кейін 20% мендегі қаймақ, кез келген қаймақ салсаңыздар болады. Міне қаймақты салып, осы 3 құрамды араластырып тесто жасаймыз. Тесто өте жұмсақ болып келеді. Егер де қолдарыңыз жабысып жатса, қолдарыңызды ұнға балып, осылай илесеңіздер болады. Оның көп салмаңыздар. Енді біз начинкасын дайындаймыз. Бізге осындай пышақпен туралған жаңғақтар керек. Грек жаңғағы блендермен өткізбеңіздер, себебі шырмайда қылып жібереді. Соған шекер саламыз, сосын бір жұмыртқаның ағын салып, осылай барлығын араластырамыз. Азғантай ұнды пайдаланып, тестаны 4-ге бөліп аласыздар. Егер де сіздерге үлкендеу рогаликилер қажет болса, 2-ге бөліп те жасауға болады. Одан кейін осылай зуала қылып аламыз. Дөңгелек тәріздес етіп, сосын бірден жайып, пышақпен немесе осылай бауырсақ қырқатымен қырқып, начинкасын жағып, рогаликилерді түйе береміз. Мен бұл жерде кішкентай және үлкенін жасадым, себебі бұл менде сатылымға жаңағы микс қылып шығару мақсатында көп болып тұрсын деген себепті размерлерін әртүрлі қылдым. Мінекей, жаймен көрсеттім. Осылай начинкасы полный жауып тұру керек, яғни шашырап кетпеу керек. Егер де сгущенка қолданатын болсаңыздар, жақсылап түйіңіздер, ағып кетуі мүмкін. Барлығын түйдім, мына бөлігін үлкендеу қылып жасадым. Мінекей жаймен қылып көрсеттім. Бұл менде үлкендеу бөлігі. 2 шетін басып, полностью ораймыз осылай. Одан кейін жаңа бір жұмыртқаның сарысына 1 шай қасық сүтті қосып, бетіне жағып, 180 градуста қызарғанша, яғни 25-30 минут әр печка әртүрлі пісіріп аламыз. Осы жерде және құпиясы ыстықтай міне буланып тұр. Ыстықтай сахарный пудраға осылай балысаңыздар, сахарный пудра әдемі рогаликилер әдемі алады. Суығаннан кейін ол сахарный пудра жабыспауы мүмкін. Міне жұмсақ болып пісті. Ас болсын.